Ассаламағалейкум құрметті көрермендер. Бүгін түркілердің тарихы жайлы әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Бүгінгі тақырыбымыз Жапастың ең үлкен баласы түрк атамыздың шежіре тарихы жайлы болмақ. Алдыңғы видеоларда айтылғандай, Нұх алейхиссаламның үлкен ұлының есімі Жапас, яғни Әбілжахан болатын. Сөйтіп оның 9 ұлы болды, және олардың ең үлкені түрік еді. Сондай-ақ оның да ұлдары көп болды, және оның ұлдарының атауы мынадай тәртіпте келтіріледі: Алынжа, Тетік, Шегіл, Бесінжар, Елмақ, Тарпақ және Тур. Бұл перзенттерден өте көп ұрпақтар мен тармақтар және рулар мен тайпалар пайда болған. Жапастың есімі, яғни Әбілжаханның есімі, оған топан тасқынынан бұрын қойылған болатын. Сосын Нұх алейхиссалам пайғамбар оған адам атаның Әбіл деген ұлының есіміне ұқсайтырып, Әбілжа деп лақап ат қойған. Себебі Әбіл өте ақылды да, мейірімді және шалған құрбандығы Алланың деңгейінде қабыл болған тақуа да, шыншыл жан болған еді. Нұх алейхиссалам пайғамбар ол жайлы жақсы білетін, сондықтан Жапасты Әбілге ұқсас ақылды да, мейірімді және тақуа да, шыншыл адам болсын деп ырымдап, Әбілжа деген лақаппен атады. Әбілжа дегені Әбіл сөзінің еркелетіп айтылған түрі болатын. Сосын ол өз иеліктеріне билеуші болған кезде, оның есіміне билеуші, патша деген мағынаны аңғартатын хан деген сөзді тіркеп айтатын болған. Содан оның ұрпақтарынан шыққан билеушілердің барлығының есімдеріне хан деген сөзді тіркейтін үрдіс қалыптасқан. Мысалыға, өз ұрпақтарының билеушісі болған түрк атамыз да, оның ұрпақтарынан шыққан Қырқыз, Жалайыр, Найман, Арғын сияқты ұлықтар да хан деген дәрежеге ие болған тұғын. Ал түрк атамыз болса, топан тасқынынан кейін дүниеге келді. Бірақ оның қай жерде дүниеге келгені бізге мәлім емес. Сондай-ақ оның өзінің шын аты да мәлім емес. Ал түрк деген есімі оның лақап атауы болып табылады. Сөйтіп бұл сөз ақылды, дана, данышпан деген мағыналарды аңғартады. Ақылды деген сөз негізінде араптың түркі тіліне енген сөзі болып табылады. Ал дана мен данышпан деген сөздер парсының сөздерінен енген, және олардың түркі тілінің құрамына енуі ислам дінінің түркілер арасына таралуынан кейін орын алған. Сол себепті атамыз түріктің дәуіріндегі адамдар ақылды, дана, данышпан деген мағынаны айтпақшы болса, түркі қадымша тілінің құрамына жататын түрк сөзін қолданатын болған. Түрк атамызға мұндай лақап атаудың берілуінің себебі, ол өте дарынды, ақылды да, дана, данышпан да, көреген адам болған тұғын. Оның осындай қабілеттерін байқап сүйсінген оның әкесі Жапас, яғни Әбілжахан, оған лайықты етіп осы лақап атауды тіркеп берген.